Қойшыбек мүбәрәк. Ақ көйлекті қыз. Қаладан кеше келгем. Осы ауылда, анау алыстағы қалада оқып жатқан жалғыз менмін. Туыс туған, көрші қолаң, барлығы менен сарқыттам етеді. Шамамша, қалтамда қалған соңғы жармағыма дейін қаланың неше түрлі тәтті дәруменін ала келетін әдетім. Биыл ерте қайтам деп хат жазып жібергем. Қайтатын қаршыны Есен ағам салып жіберіпті. Тіпті бір қолардан молырақ. Сосын Есен ағамның үйіндегі жеңгеме арнайы таңдап жүріп, қос етекті әдемі көйлек сатып алғанмын. Сонымды алып үйлеріне келдім. Мен келгенде Есен ағам үйде жоқ екен. Жеңгем әлі жасқа тола қоймаған баласын емізіп отыр екен. Алтын адам, қай уақытта келсең де жарқырап отырады. Мені тентек қара дейтін. Амандық сұрасып болған соң сәлемдемемді жеңгеме ұстаттым. Сыртта ойнап жүрген балаларын шақырып, мен әкелген тәттіні үлестірген жеңгем көйлекті көріп балаша мәз болды. Әй тентек қарай, алтын қайным-ау, несіне әуре болдың? Қандай тамаша еді. Өзі ары-бері аударып көріп, бір заманда өңі сұрлана қалды. Бірдемесі ұнамай қалды ма деп ойлай қалдым. Жарайды жаным, кел шайға. Рахмет, ескеріп сыйлық алғаныңа. Бірақ осы құрғырды тағы киюге бұйырмайды ғой, деп күрсінді. Менің есіме осыдан 10 жылдың алдындағы бір оқиға түсті. Біздің үй сол жылы төр жайлауға жай шыққан. Тағы сол қарасан келгір көк бұқаның кесірі. Жылдағы әдеті ғой. Әні-міні көшеміз десек болды, жоғалады да кетеді. Ал көк бұқасыз атам ешқайда көшуге рұқсат етпейтін. Малымның басы дейтін. Атау, осы малыңның басына көк бұқаны қойғанша ана апамның сарғасқа сиырын қойсаңызшы. Күніне 2 шелек сүт шығады. Көк бұқаңда не бар? Қасына барған адамды да малды да сүзіп, елге лаң салғаннан басқа дейміз ғой барлығымыз жиналып. Тәйтар, қасиетті малға тіл тигізбе, деп зекіп салатын. Кеше ғана табындағы сиырмен бірге жүрген қарасан келгір бүгін жоқ. Сай-саладан таппадық. Төрге қарай тартып кеткен шығар. Болмаса ойға түсіп кеттім екен. Бұрындары атам өз ғана іздейтін. Осы жолы мені де жоқшының қатарына қосыпты. Былтыр нағашыдан бәсіреге берген құлақ ұнаныма жайдақ тоқым сала салып, мен де кеттім. Ерменсайды аралап кел деген. Түс ауа Жаманқұлдан тепектетіп әзер жеттім. Осы сайды несіне Ерменсай деп атайтынына таңым бар. Бір талда ермен өспейді, қайта бөктерін алып жатқан қып-қызыл бүлдіргенге толы еді. Неге бүлдіргенді деп атамады екен деп те ойладым. Шамасы артық жүрістен құнанымның қолы түсіп қалған болар, алдынан ақсап әзер жеттім. Қып-қызыл бүлдіргенді көргенде атамның қасиетті көк бұқасы есімнен шығып кетіпті. Таңдайға жете езіліп, жоқ болып кететін бал бүлдіргенді күйседім ай келіп. Қанша жегенімді кім білсін, әйтеу бір заманда маужырап барып ұйықтап кетіппін. Жер теуіп, осқырынған құнанның даусынан оянып кеттім. Кеш батып қалған екен, күннің қызыл шапағы таудың биік шоқысынан ары қарай құйылып барады. Манағы шамадан тыс жеген бүлдірген ішімді керіп, шөл қысып барады. Мана келе жатып, жолдан бұлақ көргенмін, соған бармақ болдым. Енді жайлап қорқа бастадым. Енже жерде сайтан болады деп айтып отыратын үлкен. Енді қол-аяғым қалтырап, әдетте секіріп мініп алатын құнанның шоқтығына қанша жармассам да міне алсамшы. Маңайда бір биік тас та томар да көрінбейді. Енді құнанды жетелеп, манағы көрген бұлаққа қарай жүгіре жөнелдім. Бұлаққа жете бере әлденеге шалынып, омақасып кеттім. Құнаным үркіп, қолымдағы шылбырды жұлып кетті. Абайла бала, ақырын жүрмейсің бе? Құлағымның түбінен әйелдің мүсіркеген жағымды даусы естілді. Басымды жерден жұлып алдым. Қасымда шамасы менен 10 шақты жастай үлкен әдемі қыз тұр. Аппақ көйлегі баяғы соққан самал желменен дірілдеп тұр. Сасқалақтағаннан, ешерім ауырған жоқ, көк бұқаны көрмедің бе? Деппін. Анасыңар мүйіз бұқаны айтасың ба? Я, дәл өзі, төрге көшейік деп едік, жоғалып кетті. Атам көшпеймін деп, балпылдап ананы бір, мынаны бір айтып жатырмын. Неге жүгірдің? Шөлдеп кеттім. Бұлақтан су ішемін. Сен менің бүлдіргенімді жеп қойдың. Сенікі емес. Бұқам қайда? Бүлдірген менікі. Атам айтамын. Бұқа қайда деймін. Бұқа атамдікі. Жоқ бала, бұқа атаңдікі емес, сенікі. Жоқ, менікі емес. Атамның сүйген көк бұқасын шолақ құйрық қызыл тайыншасынан әлде қайда жақсы көреді.
Өзі менің қасымнан кетпейді. Анда-санда апам берген қантты тартып алып жеп қоятыны болмаса. Жарайды, өзің біл. Атаңа бұқаның не керегі бар дейсің? Соны айтам ғой, көше берейік десем болмайды. Жүр, су ішесің бе? Біз бұлаққа қарай бара жатырмыз. Қыздың аяғы жерге тигені білінбейді. Сырғып бара жатқан сықылды. Артынан зыздаңдап мен келемін. Кенет ойыма сайтан деген қайта түсті. Жүрегім дір ете қалды. Артынша ойымнан тез арылдым. Осындай әдемі қызды сайтан деуге қимадым. Шіркін, Есен ағамдай үлкен жігіт болсам, осы қызды алар едім деп армандадым. Екеуміз суға жеттік. Етбеттеп жата қалып сімірмек болып едім. Тұра тұр бала, қазір, деп анатайдан қалың құрақтың арасынан бір жарқыраған күміс кесе алып келіп, сонымен су алып берді. Су емес, нағыз бал дерсің. Төңкере салып қайта ұсындым. Арт-артынан 3 кесені сіміріп жіберіп барып, тілге келдім. Бұқам қайда? Бар, әне тұр, деп қапталдағы қалың самырсын жақты нұсқады. Бағана келгенде бүлдіргенге қызығып кетіп, сәп салмаған болсам керек, тура жанымызда сыңар мүйізін шайқап тұр екен. Мен кеттім, бұқаны бермеймін. Неге? Айырбастаймын. Атам айтамын. Жай айтамын. Беремін. Сен жақсы бала екенсің. Тұра тұр. Кішкене әңгімелесейік. Апам ұрысады. Тұра тұр. Сенен бір нәрсе сұрайын. Тез сұра. Мөлдір қандай қыз? Жүрегім дір ете қалды. Сайтан Жұмақанның сол қызы мен үшін әлемдегі ең сұлу қыз болатын. Тез ер жетіп, жігіт болсам, соны алсам деп армандайтынмын. Бірақ шешесі жаман. Жігіт болып, сені келіншек қылып алам деп айтып едім. Шешесіне айтып барған екен. Шешесі мені ұстап алып. Тентек, менің қызымды алам десең, атаңның көк бұқасын, сонымен бірге Есен ағаңның күрең төбелін қалың малға бересің деген. Атамның көк бұқасын берер ем, ал Есен ағамның күрең төбелін жоқ, қызын бермесе қойсын. Күрең төбелге болмаса Есен ағам жоқ. Жоқ болмады. Әйелімнің жалбасын берем деп ем. Әй қу шешек, күрең төбелді бермесең қызымды бермеймін, деп құйрығымнан шапалақпен бір салып қуып жіберген. Бірақ мен мөлдірді әлі ұмыта қойғам жоқ. Жігіт болғанда алып қашып кетем деп ойлайтынмын. Енді мөлдір де бой жеткен тура осы қыздай әдемі болса ғой деп ойладым. Жоқ, мына қыздай әдемі бола алмас. Маңдайында тас тіліп кеткен тыртығы, бетіндегі секпілі. Мөлдір екеуміздің қайсымыз сұлумыз? Қыз сықылықтана күлді. Мен ойланғам жоқ, ойланатын дәнеңесі де жоқ. Сен сұлусың, мен алғың келмей ме? Жоқ, мен әлі кішімін, сен Есен ағам алып беремін. Жоқ, Есен мені алмайды. Басырқаның қарындасына сөз салып жүр. Мен ойлана қалдым. Басырқаның қарындасын танитынмын. Анда ел орта жайлауға көшерде маған көп тәтті берген. Жақсы қыз, бірақ мына қыздай сұлу емес. Мен сен өсіп, Есен ағаң сықылды, үлкен жігіт болғаныңша күтемін. Мен тағы ойландым. Мен Есен ағамдай үлкен болғанша әлі 15 жыл. Оған дейін бұл қыз қартайып кетеді ғой. Мен жігіт болғанда сен кәрі қатын болып қаласың, деп бұртыйдым. Жоқ, мен қартаймай күтемін. Сен апаңның сандығының түбіндегі күміс сақинаны әкеп берсең болғаны. Қыз тағы аярлана күлді. Сенбеймін. Онда көк бұқаны бермеймін. Менің де шамалы қулығым бар. Соған басқым келді. Атам бір жаққа барарында. Мен атамның қасқа құлынымын, деп басымды шұлғып жіберіп тай болып кісінегенде атам айтатын, әй менің қу құлыншағым ай, деп ақыры етіп кететін. Сол қулыққа басқым келді. Жарайды, келістік. Сен алдымен көк бұқаны бересің. Мен ертең сақинаны әкеп берем. Қыз менің қулығымды білмей қалды ма, әдейі сенді ме білмеймін. Анадайда осқырына үріккен құлағынанды қуып жүріп ұстап әкеліп берді де, мені лып еткізіп құнанның үстіне қондыра салды. Көк бұқаны алдыма салып, қуанып, мен үйге қарай тарта жөнелдім. Түн болып, айнала қап-қараңғы болып кеткен. Жүрегім атша тулап, қорқа бастадым. Ерменсайдан шыға, көк бұқа өкіріп, астымда құлақ ұнан шыңғыра кісінеп, ауылға қарай заулады. Көк бұқаның мынадай қорқынышты даусын естіп көрмегем, қатты қорқып кеттім. Құлақ ұнаннан ауып қалмайын деп жалына жабысып, мен деп ажылдап жылап келем.
Мен есімді жиғанда, біз 6 қанат ақ үйдің іші тола адам екен. Тура бас жағымда әдеп бақсы отыр. Есін жиды. Періштесі қаққан ғой. Көк бұқамен құлағынан да бауырымен жер соғып, орындарынан тұра алмай жатыр. Қорқуды білмейтін күнәсіз сәби ғой. Ересек адам болғанда жүрегі жарылып өліп қалар еді, деді. Кәрі құдағи менің сол қолымды уқалап отыр екен. Менің сөйлеуге шамам келер емес. Іштей қорқуды білмейді дегенге масаттанып та қоям. Өзімді бір үлкен батыр сезініп, аузыма су тамызып жатыр. Қарасаң елгір көк бұқада нең бар еді? Қасқыр жемесе бір күн өзі қайтып келер еді ғой. Апам атама ұрсып жатыр. Атам үнсіз. Енді сөзді бақсы алды. Жарайды, даурықпаңдар. Көп сөйлесеңдер бала шаршайды. Барлығың шығыңдар, деп атамнан басқа елдің барлығын шығарып жіберді. Елдің барлығы сыртқа шығып кеткен соң атам екеуі не көрдің деп сұрай бастады. Тілім күрмеліп сөйлей алар емеспін. Ортадағы ошақтағы ашық оттың ішінен қып-қызыл болып тұрған шымшыр ұстаған әдеп бақсы қызыл шоқты тілімен быж-быж еткізіп жалап-жалап жіберіп, мені екпеттетіп жатқызды да арқамды жалаңаштап қып-қызыл шымшырумен тартып жіберді. Мен баж ете қалдым. Арқам күйіп қалды ма деп қорқып, қолымның жеткен жеріне дейін арқамды сипалай бастадым. Күймеген сықылды. Тілім енді сөзге келді. Болған жайды бастан аяқ айтып бердім. Екі шал өзара шүңкілдесіп отыр. Сөздерін еміс-еміс құлағым шалып қалады. Ең қиыны ол енді адамның берген уағдасын орындатпай қоймайды. Олар үшін балама кәріме бәрібір. Сіз екеуміз енді екі жақтамасақ тоқтата алмаймыз. Мен көк бұқаның қасиетімен тоқтатып келіп ем оны. Енді амалым қалмады. Өзімнің тауып алған бәлем ғой. Алғаш рет есен туғанда көріп ем. Содан бері ізімнен бір қалмады. Иә, бұл есенге құрылған тұзақ. Мұнысы да дұрыс болды. Енді тірі жанға қастық жасай алмайды. Тек затынан ғана зәбір тигізер. Молдеке, осы туралы талай рет сұрадым. Айтпаған едіңіз. Енді айтарсыз. Әдеке, баяғыда менің ақтангерімді білетін шығарсыз. Иә, жарылмаған жануар еді. Өзіңіз Ерменсайда тастан құлап өлді дегенсіз. Бірақ менің кәрі жыным оны өзіңіз тасаттыққа шалғаныңызды біледі. Иә, сол ақтангердің жал құйрығы қарадан қара бөріліп қалады. Бітеу қораға байлап қойсам да қара терге түсіп, қара терге малшынады да тұрады. Сосын бір күн түнде аңдыдым. Баяғыда марқұм атамыз шамалы оқығанымыз бар еді, соны оқып, түн ортасы ауа бере қасына аппақ киініп бір жас келіншек келді. Сосын атты шығарды. Ақтангер қан сиіп осқырыны бүркеді. Анау жіберер емес. Бір саманда мініп алды да шапқылай жөнелді. Көз жазып қалдым. Не де болса бір бәленің болғанын біліп, қайтып келіп жатып қалдым. Таңертең атым орнында тұр екен. Сосын Басырқаның жүйрік торысын сұрап алып, келесі түнде тағы аңдыдым. Тағы келді. Ол да кетті. Жүйрік торы аузымен құс істеген жануар ғой. Артынан бір елі қалмай Ерменсайға жеттік. Артынан түскен қуғыншыдан тайсап, ол Ерменсайға да тоқтамай өте шықты. Бұрында осы сайда бір бәле бар деп еститінмін. Сол жерде күтейін деп бұлақтың басына келсем, жаңа туған бала шырқырап жатыр екен. Әйелдің енді құтылмасын білдім. Баласын бас салып ұстап алдым. Қызылшақа бала енді қолға тоқтамай сақ-сақ күліп қашады. Қойнымдағы бір кітапшада оларға оқитын дұға бар еді. Соны оқып, баланың аттың терлігіне орап матап тастадым. Сүт пісірім болмай, әйел де келді. Ол менің атыма жуымайтын болып уағда берді. Сол уағдасы ретінде маған күміс сақинасын қалдырды. Соны алмауым керек еді. Кейін есенім туғанда келді маған. Құда боламын деп. Мен тік шапшыдым. Ода тұқымыңа дейін құртамын деп сес көрсетті. Екеуміз Ерменсайға барып, жатып келіп дауластық. Адамнан ақылды туған бәлелер ғой. Аузымды аштырмады. Сөйтіп отырғанда үстімізге ана жынды Темірхан келді. Не қасиеті барлығын қайдам? Темірхан келе сала қолындағы арқанымен әйелді байлап матап тастады да маған: кет үйіңе, кет. Мен өлгенше бұл саған тиісе алмайды.
Мен өлген соң ағаңның ала сиыры еркек көк бұзау туады, соны ал. Үйіңнің маңайынан алыстатпай бақ. Көк бұқаны ұстап алғанша саған тиісе алмайды. Көк бұқадан айырылсаң, ұлың ананың қызы әкетеді, деді. Сонымен ел-жұрттың наразылығына қарамай көк бұқаны сетерледім. Енді сол көк бұқаны құрбандыққа шалуға тура келеді. Жалғасы бар.